Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұрлайым. Бүгін баклажаннан икра жасаймыз. Ол үшін бізге керекті көкөністер баклажан, сәбіз, тәтті перец, қызанақ, пияз және де сарымсақ. Қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, пиязымызды, сәбізімізді қызарғанша қуырып аламыз. Келесі тәтті перцімізді салып, оны да қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз, сарымсақ саламыз және де қызанағын көбірек салған дұрыс. Көбірек салған кезде икрамыз суы сочный болып шығады. Осы икраны кешкі тамаққа жасасаңыз, кешкі тамақ жасап қажеті жоқ. Өте тойымды және дәмді болып шығады. Барлығын қызартып қуырып алғаннан кейін келесі баклажанды саламыз. Баклажанды икраға қоспас бұрын міндетті түрде салқын тұзды суға 15 минут салып қоямыз. 15 минуттан кейін суынан құрғатып алып, өз қалауыңызша турап икраға қосасыз. Осылайша икраны 25-30 минут бая отта қуырамыз. Осылайынан суы бөлініп шығып, өте дәмді болып шығады. Егер де ұнаса, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.